Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз жануарлар әлеміне қызықты саяхатқа қайта аттанамыз. Бұл саяхатта біз алуан түрлі тіршілік иелерін жақынырақ біліп, және олардың біз бұрын соңды білмеген қызықты әрекеттерімен танысатын боламыз. Ендеше көп созбай біз бастаймыз. Жыл сайын жер шарының қандай бір бөлігінде өрт шыққанын естиміз. Көрсеткіш бойынша өрттің басты себепкері адам болып табылады. Және ол тілсіз жаудан өкінішке орай әрқашан жануарлар зардап шегеді. Бірақ бұл өртті жануарлардың өздері де әдейі ұйымдастыратыны жайлы білесіз бе? Ендеше таныс болайық, бұл Аустралияда мекендейтін сұңқардың бір түрі. Ол жанып тұрған бұтақты алып, биіктікке ұша жөнеледі. Және оны құрғақ шөпті жерге қарай лақтырады. Айналаның бәрі жалындаған отқа айналды. Өрттен кеміргіштер бауырмен жорғалаушылардың қашқанын күтеді. Және сол сәтте аңшылық жасап оларды өз жеміне айналдырады. Бұл жыртқыш құстың аң аулау әдістерінің бірі болып табылады. Бір түрлі естілгенімен, табиғатта дәл осындай биші өрмекшілер кездеседі. Олардың ашық түрлі түстеріне байланысты тауыс өрмекші деген атаулары бар. Сонымен қатар олар өздерінің ерекше іс-әрекеттерімен де көзге түседі. Бұл өрмекшілердің би билеудегі басты мақсаты ұрғашы өрмекшінің назарын өзіне аудару болмақ. Соңы тек би билеумен шектелмейді. Ғалымдардың айтуынша, егер би ұрғашыға ұнамаса, онда ол еркекті жейді. Тағы да өрмекші, бірақ бұл жолы ол жыланның құйрығында. Бұл Иран мемлекетінде мекендейтін жыланның түрі. Жылан тастардың үстінде жатып және құйрығын өрмекші жүрген сияқты етіп қозғалтады. Бұны көрген құстар өрмекші деп ойлап ауламақ болғанда, өздері жыланның түскі асына айналады.
планктон өзінің басынан 5 есе үлкен болатын олжаны тұтастай жұтады. Қазір бұл алып жылан аллигаторды өзінің түскі асы етпек. Көріп отырғандарыңыздай ол аллигаторды жұтып қойды. Бірақ өкінішке орай бұның соңы ойдағыдай шықпады. Қандай да бір себептермен жыланның іші жарылып кетті. Бұл қар барысында қорқыныш сезімі мүлдем жоқ. Ол аңшылық кезінде тәуекелдерге қарамастан өз олжасына ұмтылады. Жыртқыш өзінің олжасымен бірге үлкен жардан құлауда. Әдетте бұндай жағдайдан кейін ешкім тірі қалмайтын сияқты еді. Бірақ қар барысында бәрі дұрыс және ол өз аңшылығын жалғастыруда. Алайда бұл түскі ас қар барысы үшін қымбатқа түсті. Себебі ол аман қалғанына қарамастан жарақаттанды. Видео қызықты әрі пайдалы болса, арнама жазылып лайк басып пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.